ChatGPT'дің имканиятлары көп һәм кіру машқаласы аз болған сайтлардың бірі. Оның приложениесі де бар, һәм сайты да бар. Екеуінің қалеген біреуінен пайдалансаңыз болады. Енді біздердің бүгінгі темамыз әдебиет пәніне тиесілі анимацияларды пайдалану бойынша болғаны үшін, енді жаңа айттық қой, мультфильм жарату, ямаса анимацион былай әрекетке келіп тұрған көріністер пайда ету азымыз машқалау жағдай екен. Соның үшін сіздерменен қазір қайтып жаратуға болады, соны айта жақпан. Ең бірінші кешегі сабақта да айтып едік сіздерге, промпты дұрыс кіргізу керек дедік, иә? Мысалы үшін біздерге жаратып бермейді ғой деп жатырмыз ғой, айырмаларымыз. Ол сіздердің кірітіп жатырған талабыңыздың жаңағыдай толық берілмегенлігінен. Сіздер азғантай мынандай зат жаратып бер дегенменен, ол сіздің ойыңызды оқып тұрған жоқ, тек сіз берген команданы ғана орындап тұрыпты. Соның үшін промптты келтіресіз. Мен мына қазір Гони 5-те де бар еді, таза 5-ші класс әдебиет сабағында да бар. Менің жолбарыспен жолығысуларым ең қызық шығарма, иә? Сол 5 бөлім, сол бұрынғы кітапта да сол 5 бөлім тазада да. Енді бұны біздер жарататын уақытта, мінерге сол промптлардың әмесін қайтып жазған болсам, сол тақыретте мына ерге алдында сіздерге көрсету үшін. Мынау қайсы бөлімі? Жолбарыс тырнағында. Жолбарыс тырнағында бірінші бөлімі, иә? Қараң, бұл жерде бірнеше ізбезікте беріп қойыпты, айырым орындар өзгерген болуы мүмкін. Біздер бұны шығарып, бөлек-бөлек етіп шығарып, ізбезілігін тау десеген болады. Мысалы үшін көлемлі шығарманы оқытуда машқала болып үлгере алмай жатқан уақытта мынаны шығарып әкеліп, ізбезілікте қойып беріп түсіндірсеген болады. Балада көрініс айтқанға, ямаса оқығанға қарағанда тезірек ядында қалады. Енді қараң, бұны мен қалай жараттым? Демек, әммеде бар, иә, ChatGPT деген менің қолымда жүріп, телефонында установка етіп орнатып қойыпсыз, ямаса жоқлар сайтқа кірсеңізден болады. Демек, бұл жерде мен өзбекше жаздым. Бір жігіт дария бойында тұрсын. Енді өзбекше емес, қарақалпақша айтып бермей, сіздер өзбекше кірдің, я қазақша, я өзбекше. Біздерге сол өзбекшесі қолай. Оның қасына әстен жолбарыс келсін. Жігітті арқасынан бірден келіп, оны арқасына салып қамыстылықтың арасына өз үйіне алып кетсін. Үйі қамыстан қылынған, тоғайдың ішінде болсын. Үйіне барғаннан кейін кішкене жолбарыс баласының алдына артындағы жігітті қойсын. Жігітті көріп жолбарыс баласы қуансын, һәм онымен ойнасын. Кейін бала екі жолбарыста ұйықтап қалсын, жігіт әсте орнынан тұрып дария тарапқа қашсын. Оянған жолбарыс жігіттің ізінен барсын, бірақ жігіт әлдеқашан жаңағы судан жүзіп өтіп кеткен болсын деген мәнде жаздық. Біздерге бір минутқа бармай мынаны таярлап береді. Бірінші маған суреттер керек деп жазбаған. Ауа. Баста жазасаң, маған анимацион рәсімлер кетма-кетілгенді таярлап бере аласаң ма? Сөйлесесен ғой, ChatGPT-ме сөйлесіп жүрсіз ғой, әмеңіз? ChatGPT. Жазсам шығармайды. Қарақалпақ шығармайды, соның үшін өзбекше жаза беріңіз. Күніне 3 сурет таярлап бере алады. Одан артыққа лимиттен асып кеттің деген жазу шығады, ертең таярлап беремен деп айтады, уәде береді бірақ. Сөйтіп, ертең сол тарихы деген жердің, ChatGPT-дің сол тарихына кіріп, не қыласыз, дауанын сорайсыз, соны қайттан шығарып береді. Қайттан жазып отырмайсыз. Таярлап беріп аласам деп қайттан команда бересіз. Енді мынау қайсы бөлімі? Қауындер. Айырым уақытлары командадағы кеткен азғантай қатесімен шығарып береді. Ертесіне ол міннеттаршылық сипатында қой әкеп берсін десе, мына қойды кесіне жүргізіп әп деген. Ала, қой өлі халатта болсын деп жаздым. Соны қайтадан шығарып береді. Мынау қайсы бөлім? Жолбарыс пен айқастың. Жолбарыс пен айқастың қадірді шаншықсымен бар ғой. Көлден балық аулайды ғой. Сол жерінде мынандай несінен күліп тұрған болып шығарып бергенде, командада алжасық болса, дәл соны қатесімен шығарып береді. Олар бір-біріге бажоқат білән қарап тұрген болсын деп, содан кейін барып мынандай етіп шығарып береді. Енді мына қайсы бөлімі мынау? Газетаға барғанда. Промптты толық кіртуіміз керек. Енді мына қайсы
bölümü bir yigit daraxt tepasida turadi, unga butun qishloq ko'rinadi, u bir voqeaga guvoh bo'ladi deb. Yo'lbarsning tuyiga mingan ko'rdim deb bunda. O'tiribdi terekning to'besinde, hamma yerda keyingi yo'lbars жаңағы tuyi o'lgandan keyin ketib qoladigan jeri izbezib deb berib qo'yibdi. Usunday etib izlab chiqsaq bo'ladi. Endi hozir tayin bez surat bor, o'sha bez suratni akelib o'quvchilarga mынау qaysi bo'limlari deb takrorlov saboq sifatida o'ziga do'rlikka foydalansa ham bo'ladi.